1 маусымда президенттік жастар кадр резервіне іріктеу басталады. Президенттік жастар кадр резерві Қазақстанның жаңа басқарушылар элитасын қалыптастыруға бағытталған әлеуметтік лифт. Жобаға 35 жастан аспаған, жоғары білімді және мемлекеттік тілді меңгерген, кемінде 5 жыл еңбек өтілі бар Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Құжаттарды қабылдау 6 салалық бағыт бойынша жүзеге асырылады. Тіркеу кезінде кандидат резервке алынған жағдайда еңбек қызметін жүзеге асырғысы келетін салалық бағытты таңдау керек. Әрбір салалық бағыт үшін резервке алу квотасы көзделген. Президенттік жастар кадр резервіне іріктеуге қатысу үшін pkreserv.gov.kz сайтында өтініш беру қажет. Мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істеу бойынша тестілеуден өту, ситуациялық тапсырмаларды, кейстерді шешу. Әрі қарай сарапшылар үміткердің құзыретін топтық және жеке жаттығулардың нәтижелері бойынша бағалайды. Осыдан кейін сарапшылық комиссиямен әңгімелесу барысында қатысушы таңдалған сала бойынша өз идеясын ұсынады. Барлық кезеңнің нәтижелері бойынша ұлттық комиссия 50 кандидаттың тізімін қалыптастырады. Президенттік жастар кадр резерві ел дамуына өз үлесіңді қос.